Жарық беру аспаптары 19 тақырып. Негізі жалпы бізде фара бар, иә? Алыс, жақын болып бөлінеді, дальний, ближний. Алыс деген тура жанады, алысты көресіздер. Жақын деген кәдімгі ближний. Дальний фараны біз өшіруіміз керек, егер қарсы жақта машина шығып ескертсе. Немесе алдыңыздағы ілеспе кетіп бара жатқан көлік аварийканы қосса, тоже ол ескертіп жатыр, өшіру керек. Немесе ешкім ескертіп жатқан жоқ, просто көлікке дейін, қарсы көлікке дейін 150 метр қалса, біз алысты жақынға ауыстырамыз, осы үш жағдайда да. Бұдан бөлек жолда жарықтандырылған жер болса, яғни прожектор болса, біз дальнийді ближнийге ауыстырамыз. Өйткені дальниймен жүру тек осы қараңғы жерлерде ешкім жоқ болса ғана жүресіздер. Машина келе жатыр екен, иә. Тағы да бір қауіпті жер, подъемның төбесіне жақындағанда всегда өшіріп шығамыз. Өйткені көлік бар ма, жоқ па, қауіптілік тудыруы мүмкін. Одан бөлек, фарадан бөлек бізде қараңғыда қосылу керек нәрсе мына габарит. Габарит бізге жарық бермейді. Бұл просто көлікті көрсетеді. Жарық беретін ол фара болады. Мына қызыл габарит жанбасы, сіз машина бар екенін, жоқ екенін білмейсіздер. Всегда қараңғы кезде ғана габарит қажет. Жолда тоқтайсыз ба, қараңғыда габарит қосасыз, аварийка емес. Қараңғыда жүресіз ба, габарит, дальний, ближний қоса бересіз мына жерде. Ал жолда егер жарық болса, жол көрініп тұрса, прожекторлармен, уже тек жақын жарық фаралармен габарит қосып жүресіз қараңғыда. Күндіз жүріп бара жатқан кезде біз фараның орнына басқа нәрсе қолдануға болады. Фараның орнына күндізгі жүру оттары деген бар, подфарниктер әшейін, декоративный. Ол бірақ туннельге кіргенде өшіруіміз керек. Фараны ауыстырамыз, фара қосамыз орнына. Кәдімгі жақын жарық фараларын. Енді бізде көбінесе фараның орнына бізде мынандай туманниктер қосады көбісі. Бұл тұманға қарсы фонарлар күндіз жүргенде свет бар, күн бар, күннің свет основной свет ретінде ойнайды да, жол көрінеді. Туманниктің өзінің ғана қосып жүруге болады. Туман болса да тура сондай, күндіз туман, основной свет бар, күн, туманник қосымша жанады. Қараңғыда туманниктің несі жете ма? Жарығы. Жол көрсетуге. Жетпейді. Основной свет ретінде свет керек бізге. Жақын жарық фаралары алыс па екеуін біреу керек. Бұдан бөлек бізде прожектор деген бар. Қараңыздар ма? Спецслужбалар прожектор қосады екен қаланың ішінде жүргенде. Басқа көліктерге де болады, бірақ только қаланың сыртында, машина жоқ жерде ғана қосады басқа көліктер. Егер міне былайдан дальний қосып, бізді көзіміз шағылыстырып жүрсе, біз тоқтауымыз керек. Аварийканы қосып тоқтаймыз, рульді бұрмайсыздар. Бұл қауіп. Бір 10-15 секундтан кейін кетеді да, қайтып жалғастыра бересіздер. Поворотник болады, білесіздер, сары жанады. Стоп сигнал, габарит жанып тұр, тормоз басқанда қып-қызыл болып жанып кетеді арты. Ол басқа. Қараңғыда тоқтап тұр, көрдіңіздер ме? Габарит қосып тұр. Габаритке қосымша любой нәрсе қоса бересіздер. Габарит егер қосылуы болса. Дыбыстық сигналға келетін болсақ, дыбыстық сигнал негізі бір-ақ жағдайда беріледі. Мына машина артпен келе жатыр бізге соғайын деп. Сол аварияның алдын алу үшін ғана беріледі. Міне машинамен қаланың сыртына озайын деп жатсыз, қауіпті жер, бұл жерде мигать етуге болады, либо бізге не істеуге болады, сигнал беруге болады. Сол жақта рычаг поворотникті білдіретін. Көтердік, оңға қарай жанады. Өшті, астыға түсірдік, солға қарай жанады. Бұл сары болып жанады. Енді бізде фаралар өшік тұр, офта тұр мынада. Төбесінде авто деген бар. Бұл автоматически жарыққа байланысты. Оның төбесінде габарит. Бұл габарит қараңғыда қосылу керек міндетті түрде. Тоқтағанда, жүргенде. Қараңғыда қосымша бізде не қосылады? Ближний, жақын жарық фаралар. Дальний болады, егер бұны итеріп қоямыз, мына көк болып жанып тұр, көрдіңіздер ме? Дальний. Габарит те жанып тұр, ближний де, дальний де жанып тұр. Енді туманник өзімен өз қазір бізде туманник жанып тұр. Мынау артық туманник, бұны қоссақ, артындағы туманник қосылады, ближниймен бірге. Көрдіңіздер ме? Артында. Бұны тек туман кезінде ғана қосылады, жеткіліксіз көріну кезінде. Тестті бұны шатастыратын болғандықтан 25 ғана сұрақ бар, талдап кете салайық. Прожектор, фара прожекторды пайдалануға рұқсат етіледі. Қарсы көлік болса, или қаланың ішінде тек қызметкерлер екеуі де болады.
келесі тез істеп кетеміз. Қараңыздар, екіншісі өрдің төбесіне жақындағанда қараңғыда дейді. Бізде ұсынылады әрқашан алысты жақынға ауыстырып қосу дальний приближениеге. Үшінші сұрақ. Жеткіліксіз көріну жағдайында тұманға қарсы фаралар пайдаланады дейді. Қараңғы демеген, сондықтан бөлек те бірге де қоса бересіздер. Өйткені основной свет бар бізде, иә. Қараңғы уақытта көріну жеткіліксіз жағдайда дейді, жүрген кезде дейді, не қосылады? Қараңғы уақытта болса, габарит, алыс және жақын. Қараңғыда жүргенде. Қызғылт сары дейді. Оранжевый маячок машинаның бәрінде болады. Қызмет көліктері, күзет көліктері. Келесі. Тәуліктің жарық уақытында қандай көлік құралдарында мақсат, оны белгілеу мақсатында фаралар қосылады. Яғни любой машинада бізде қосылу тұру керек, барлық көлікте, ішінде де, сыртында да. Бізде күндізгі жарық шамдар жеткіліксіз дейді. Қай кезде жеткіліксіз дейді? Екі жағдайда да жеткіліксіз. Туннелде де 300 метр көрінбесе де. Артқы тұманға қарсы фонарлар ол тек көріну жеткіліксіз жағдайында ғана қосылады. Келесі. Қандай көліктердің көзін шағылыстыру мүмкін? Қарсы көлік 150 метр қалса, немесе қарсы көлік мигать етсе дейді, алдыңыздағы машина авария қосса. Барлық кезде біз дальныйды ближнейге ауыстырамыз. Келесі. Қалай назарын аударуға болады дейді озатын кезде? Бұл жерде дыбыстық сигналмен де, дальныйды ближнейге ауыстырумен де болады. Келесі сұрақ. Габариттік оттар қосылады дейді, бізде қараңғы уақытта қосылады. Одан кейінгі сұрақ. Тоже габариттік оттарды сұрап жатыр. Габариттік оттар қай кезде қосылады десе, всегда қараңғы уақыт дейсіздер. Мына жерде не қосуға тыйым салынады дейді. Обгоналар кезде. Бұл жерде дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады қаланың ішінде. Егер фаралар өшіп қалса, не істейді? Жарық беру аспаптар. Жолдан шығып тоқтайсыз, иә? Келесі сұрақ. Автопойыз қай кезде қосылу керек дейді. Бұл жүріп бара жатыр. Сондықтан тәуліктің қараңғы уақытыма, жарық уақытыма всегда қосылып тұрады. Мен айтпадым сабақта, жаттабаңыздар. Сары болып тұрған төбесіндегі қай кезде қосылады деп тұр. Одан кейінгі сұрақ. Бізде дальний мен шағылыстырса көзімізді, не істейміз? Аварийге жақып тоқтаймыз, иә? Қарсы көлікке дейін 150 метр қалса, біз уже ближнейге ауыстырамыз. Мына жерде уже қараңыздар, дальний жазылмаған, габаритпен жақын. Неге десеңіздер, бұл жерде жарық түсірілген участка, жарық түсірілген. Значит, прожекторлары бар, сол үшін дальний керек емес. Одан кейінгі сұрақ. Габарит қосыла ма дейді қараңғыда тоқтағанда. Жарық түсірілмеген жолдарда. Сол габаритте қосымша не қосылады дейді тоқтаған кезде. Любойын қоса бересіз.